Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен қарапайым үй жағдайында дайындалатын осындай екі ғана заттан жасалатын хворстты дайындайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей осындай хрустящий болып шығатын, өте дәмді, үйдегі бар ғана заттардан жасалатын осындай хворстты сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі мінекей таза ыдысқа ұнымызды осылай сеткіден өткізіп аламыз. Мендегі ұн бұл жерде 200 грамм. Және де мен төменде описание бөліміне қалдырамын не қосу керектігін. Содан кейін осы ұнымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, және де қасықтың ұшымен шамалап қана тұз салдым. Содан кейін осы 2 жұмыртқаға мен ұнды басын біріктіріп, қазір жақсылап қамырды біріктіріп илейтін боламын. Неке басын барлығын біріктіріп жатырмын 2 жұмыртқаға. Содан кейін қолдың күшімен қамырымызды басып, және де жарты сағатқа қойып қоятын боламын. Басы бірігу үшін. Неке осылайша мен қамырды дайындадым. Енді бетін жауып қоямын. Енді осы қамырды мінекей қазір мен оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп, еттің қамыры сияқты қылып жайып аламын. Бірақ қамырымыз қатты қалың да немесе тым жұқа да болмау керек, орташа жаюымыз керек. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Тез дайындалатын хворстты сіздер де жасап, үй іштеріңізді қуантып, және де шаймен ішкенге өте керемет. Сондықтан дайындап көруге кеңес беремін. Мінекей осылай арнайы осындай құрылғымен кесеміз. Мінекей барлығын осылай өзіме ыңғайлы етіп кесіп жатырмын. Бұл жерде осы қамырды дөңгелек етіп жасауға да болады. Хворстты алдымен осылай ыңғайлы етіп барлығын жіңішкелетіп кесіп шықтым. Мінекей барлығы осындай көлемде шықты. Енді осыны мен қазір қызып тұрған майда, орташа отта қызып тұрған майда барлығын қуырып алатын боламын. Екі жағын бірдей алма-кезек қуырамын. Бұл көп уақыт алмайды, тез піседі. Сондықтан қазір мен барлығын тез пісіріп алатын боламын. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, видеодағыдай уже қызарып жатыр. Енді осыны қазір вилканың көмегімен екінші бетіне ауыстырамын. Содан кейін піскендей шетінен алып отырамын. Неке осылай бір қамырдан осынша көп болып шығады. Екі жұмыртқаның өзінде менде осы ыдыста толды, өте тиімді. Әсіресе қонақ келгенде қойсаңыздар, дастархандарыңызды көтеріп тұрады. Мінекей осымен біздің хворстымыз дайын болды. Енді бетін әсемдеуге мен осындай сахарный пудраны қолдандым. Және де бұл тәтті дәм береді. Осылай бетіне сеуіп, шайға ішсеңіздер болады. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де лайк басып, комментария қалдырып, және де поделиться бөлімін басып, өзіңіздің достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Өте қуанышты болушы едім, если осылай барлығын
жіберіп қойсаңыздар, лайк басып қойсаңыздар. Сіздермен болған Бекзат. Қош сау болыңыздар.